Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Адамдар оқыған кезде қандай қателік жасайды? Бірінші, аузу екі дама қатарымен келеді. Сол үшін біз бірінші әріпті махражын шығару керекпіз. Одан кейін тек харакат. Аузу бір дама екі әріпке жүрмейді. Бірінші әріп аузу. Не істейміз? Яғни мәт деген мәселе болып жатыр. Одан кейін биллахи минаш-шая, шая қалқала емес. Ол бізде рахуа әріп болып келеді. Ол харфлин болып келеді. Ол жақыр. Шайто, шай харфлинді орындаған кезде бізде жақ сәл түседі. Шайто. Одан кейін переход жіңішкеге, жуанға. Бірақ әр әріптің өзі ақысы бар. Бір-біріне араластыруға болмайды оларды. Шайтанир раджим. Одан кейін немен жабамыз? Ғуннамен жабамыз. Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Баршаңызға пайдалы болсын.